Азаматтық жобаларды қолдау орталығы ауыл кәсіпкерлерін қаржыландырады. Жоба ақпарат және даму министрлігінің тапсырысы бойынша әзірленген. Оның аясында 60 адамға 500 мың теңге грант берілмек. Облыстық үкіметтік емес ұйымдар қауымдастығының президенті Айгүл Дүйсенованың айтуынша, байқау осы жылдың наурыз-қараша айы аралығында өтеді. Қайтарымсыз қаражат ауыл тұрғындарының тұрмысын жақсартуға, халықтың әл-ауқатын көтеруге бағытталған идея авторларына беріледі. Грант иегерлеріне бизнестің қыр-сыры үйретіліп, жан-жақты қолдау беріледі. Ең басты, әрине, бұл ауыл тұрғындары болу керек. Жасына қарамастан, енді өзі жақсы идея болса, жақсы жоба болса, ол осы өзінің жобасын ұсына алады. Және де ең басты осы жергілікті ауыл тұрғындарына бір пайда әкелетін білім жағында, немесе спорт жағынан, немесе білім мәдениет саласында осындай жобалар болса, олар өзінің бір нәтижесін көрсете алса, осындай жобаларды біздер қолдаймыз.